Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қош келдіңіздер. Комиссия қалай жұмыс істейді, не істейміз деген сұрақтар көп келіп жатыр. Соған жауап берейін. Ол үшін әрбір комиссияның мүшесі өзінің жеке электрондық цифрлық кілті арқылы өзінің парақшасын ашып алады. Сол кезде сол жағынан ұстаз деген сөз шығады және 3 сызық тұрады. 3 сызықтың үстін басқанда комиссия деген батырма келеді. Батырманы басамыз, білім беру ұйымының атауы шығады. Білім беру ұйымын ашып алған кезде аттестатталушы өтініш берген адамдардың, педагогтардың тізімі шығады. Сол берген тізім бойынша педагогтарды әрі қарай портфолиосын қараймыз. Ең бірінші біз профильді тексереміз. Ол үшін профильге өтіп аламыз. Профильге өтіп алған кезде педагогтың мәлімдеген санаты, өтініші, эссесін тексереміз. Эссесін жүктеп алуға болады, немесе файлды қарауға да болады. Ол үшін файлды қарау дегенді басасыз, сол кезде міне педагогтың эссесі сіздерге ашылады. Әр жағында екінші парақшасында антиплагиат тұр бізде. Қарап алғаннан кейін, оқығаннан кейін оны жауып тастаймыз. Сосын сертификаттың нәтижесін көруге болады. Бірақ мұғалім әлі тапсырмағандықтан тест ПББ күту деп тұр. Тексеріп шығасыздар, мысалы мамандығын, дипломын қарап шығуға болады. Ол үшін мінекей мамандықтың аты жазылған жерде скрипканың белгісі тұр, осыны басасыздар, сол кезде мұғалімнің дипломы шығады. Әрі қарай тағы да еңбек өтілдерін, өздеріңізге не қажет, соны қарайсыздар. Қарап болғаннан кейін портфолиоға өтуді басасыздар да, портфолиосын тексересіздер. Ең алдымен бірінші білім сапасын қамтамасыз етуді қарап аласыздар. Мінекей өсім бар, өсім болып тұрса, ол жерде балы қойылған. Аттестаттау ережесіне қарай отырып, бұл балды өзгертуге болады. Міндетті түрде портфолио электронды түрде 4 балл алып тұр, 4 балл деп кетпейміз. Азайту керек болса азайтуға, көбейту керек болса көбейтуге болады. Мына жерде тағы да сабақты бақылау парақтарының балы шығып тұр. Бұл жерде ережеге сәйкесті қарап өтеміз және оған 71 балл берілген. Бұл платформаның бағасы. Ал сіздер тағы да қойылған 5 сабақтың балын қосып, 5-ке бөліп, ортақ балы дұрыс шығып тұрса, осы қалпында қалдыруға болады. Өзгерту керек болса, аз болса немесе көп болса тағы да өзгерте аласыздар. Осылай мінекей жетістіктерін тексеріп шығасыздар, тәжірибені жалпылау таратуында қарап шығасыздар, біліктілік арттыруында қарап шығасыздар. Қосымша деректері бар ма, жоқ па, тағы да қарап шығасыздар. Бұның барлығын сіздер аттестаттау ережесіндегі мұғалім портфолиосын бағалау деген қосымшаға сәйкесті тексересіздер. Сосын болғаннан кейін қарастыру дегенді басасыздар да, соңында шешім шығарасыздар. Сәйкес емес болса, сәйкес емес деп таңдайсыздар. Сәйкес келсе, сәйкес келеді дейсіздер. Тиісті санаты, алатын санаты, педагог модераторды басасыздар. Енді шешімдегі менің негіздемесі дегенге сіздер, комиссияның мүшелері, бұйрық жаза алмайсыздар. Сондықтан мына жерде шешімдеменің негіздемесіне осы мұғалім портфолиосын тексеру барысында сіздерге несімен ерекшеленді, несі артық деп көрінді, соны комментарий ретінде жазып кетуге болады. Мысалы, мен жазып кетемін, мұғалімнің жас маман болса да еңбек өтілі 2 жыл ғана болып тұр, соған қарамастан оқушыларының жетістігі өте көп деп. Болды. Содан кейін барып электрондық цифрлық кілттеріңізбен қол қойып жібересіздер. Ал мектеп директоры ең соңында шешім шығарып, өзі қолын қойып, содан кейін барып хаттама салынады.